Біздің галактикада күннен бірнеше есе ауыр 100 миллион кішкентай қара құрдым, жарылған жұлдыздар қалдығы бары есептелген. Ал жалпы алғанда әлем, галактикалар орталығындағы, және әрқайсысы миллиондаған не миллиардтаған күн массасындай аса ауыр қара құрдымдарға толы. Бұлардың арасындағы көптен бері жетіспей тұрған буын, 199-дан 10 мың күн массасына дейінгі аралық қара құрдымдар. Астрономдар Хаббл ғарыштық телескопы көмегімен осындай ұстатпайтын орташа массалы қара құрдымның бірін анықтаған сияқты. Ол жерден 6000 жарық жылы қашықтықтағы Месси 4 шар тәрізді жұлдыз шоғырының ядросынан табылды. Ғалымдар қара құрдым массасын есептеу үшін оның гравитациялық өрісіне тап болған жұлдыздар қозғалысын зерттеді. Бұған Хабблдың 12,5 жылдық бақылау деректері пайдаланылды. Зерттеушілер қара құрдым массасы күннен 800 есе артық деп бағалап отыр. Хабблдың ұзақ мерзім ішіндегі ерекше дәл бақылаулары арқасында ғалымдар осы жетіспейтін буынның құпиясын ашып, әлемдегі орнымызды жақсырақ түсіне алады.